Ағзаңызда ішек құрттардың бар екенін қалай білуге болады? Сәлем достар, сіздермен бірге Тансаулық арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ішек құрттары салдарынан туындайтын ауруды жуылмаған қол ауруы деп те атайды. Қолыңызды жиі және ұзақ жуып жүрсеңіз де, кейде базарда жуылмаған жемістің дәмін көресіз, немесе аулада жүрген мысықты сипайсыз. Мұның барлығы құрттарды жұқтыру қаупін арттырады. Ағзада ішек құрттары барын қандай белгілерден білуге болады? Әдетте гельминттер салдарынан дамитын ауруды гельминтоз деп атайды. Бұл ауру олар ағзаға түсіп, сол жерде оның жұмыртқалары мен дернәсілдері пайда болған кезде дамиды. Ішек құрттар ағзаға қалай түседі? Адам гигиенаны сақтамайды. Ол даладан үйге кірген кезде немесе дәретханадан шыққан кезде қолын жумайды. Ол үнемі тырнағын тістеп отырады. Заттарды, мысалы қарындаш немесе қаламды аузына салады, саусағын сорады. Жемістер мен көкөністерді дұрыс жумайды. Кейде таза болмаса, шикі суда қауіп төндіреді. Балық пен етті дұрыс өңдемеу, үйді ылғал тазаламау, үйдің ішінде сыртқы аяқ киіммен жүру. Ішек құрттары ағзасында паразиттер бар адамның жеке құралдары арқылы жұғалады. Ағзада ішек құрттарының бар екенін көрсететін белгілер: тік ішектің қышуы, ұйықтап жатып тісті сықырлату, ұйықтап жатқанда ауыздан сілекей ағу, таңертең тіс тазалағанда жүрек айну, аяқ-қол саусақтары терісінің қабыршақтанып түсуі, қарынның аша беруі, теріге аллергиялық бөртпенің шығуы, созылмалы шаршаңқылық синдромы, терінің қышуы, іштің кебуі, іштің шұқырлауы, тұрақсыз нәжіс, асқазан ішек жолының кез келген проблемалары, дене массасының аз болуы немесе керісінше артық болуы, іштің ауруы, анемия, көз астының қараюы, ауыздан жағымсыз иіс шығу. Егер сізде немесе балаңызда осы белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігерге қаралып, анализдер тапсырып, ішек құрттарын жоятын дәрілер жазып беруін сұраған дұрыс. Ескерту: өздігінен емделу қауіпті, диагнозды тек дәрігер қоя алады. Ал сіз сарымсақтың денсаулыққа пайдасы жөнінде білесіз бе? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, жыл сайын жер бетінде 50 миллион адам қайтыс болады. Соның 16 миллионы инфекциялық және паразитарлық аурулардан көз жұмады екен. Бұл аурулардың тобы қазіргі адамзат өлімі себептерінің ішінде жетекшілердің бірі болып отыр. Әлемдегі аурулар саны бойынша ішек гельминтозының жұғуы қауіпті дерттердің алғашқы үштігін қорытындылайды. Жұмыр құрттар типінің 20 мыңға жуық түрі бар. Қазақстанда паразиттік аурулардың кең таралуы денсаулық сақтау саласындағы мамандарды алаңдатып отыр. Сондықтан ішек құрт ауруына шалдыққан жасөспірімдердің ағзаларын қалпына келтіру, яғни ішек құрттарын ағзада түсіру мақсатында зерттеулер, сонымен қатар емделушілермен бірлесе отырып, нәтижелі жұмыстар жүргізу өте маңызды. Адам ағзасында пішіні мен мөлшері әртүрлі ішек құрттары тіршілік етеді. Ішек құрт ауруы паразитарлық ауруға жатады. Оны жұқтыру өте оңай. Олардың жұмыртқасы барлық жерде болады. Балалар көбіне серуенде жүргенде, дүкенге барғанда, балабақшада жиі жұқтырады. Ауру астан деген сөз тегін айтылмаған. Адам ауруды өзі тұтынатын тағамдардан табатыны да анықталған. Құрттардың көпшілігі ағзаға тамақ арқылы түседі. Мысалы, етті, балықты шала пісірген кезде ішек құрттары тіршілігін жоймайды екен. Шала қуырылған, аз қайнатылған тағамда олар тірі қалады да ағзада тіршілігін жалғастыра алады. Көбейіп дами түседі. Балалар жақсы көретін керешки, чипсиларда да майда құрттары бары анықталған. Ішек құрттар өте өсімтал келеді. Ішек құрттардың таралуына кір қол, лас киім, төсек орын, сонымен қатар көкөністер мен жемістерді жумай жеу де себеп болады. Паразиттер енген ағзаларынан дайын тағамдық заттармен қоректеніп у бөледі. Бөлінген улар бүкіл ағзаны улап түрлі ауруларға шалдықтырады. Әсіресе олар сәби ағзасына тез еніп, ыңғайланып орналасып алады. Бұл адам денсаулығына, бала ағзасының дамуына кері әсерін тигізеді. Ішек құрт ауруының басты белгілері: балалардың бойында әлсіздік, бас ауру, лоқсу байқалады.
көзінің асты қарайып, бетін денесін ақшылдақтар басады. Түнгі ұйқы кезінде тістерін қайрайды. Біреулерінде қатты жүдеу байқалады. Баланың асқа тәбеті болмайды. Бала тәтті құмар болып, таңертең ауыз қуысынан жағымсыз иіс байқалады. Асқазан, кіндік тұсының ауыратынына шағымданады. Бала үнемі анус аймағының төмен тартып ауырғанына және қышитынына шағымданады. Бұл белгілер жас балаларда ішек құрттардың бар екендігінің дәлелі. Ішек құрт аурулары кейде сырттай білінбегенімен адам ағзасына көп нұқсан келтіреді. Ішек құрттарын емдеуге ең тиімді зат сарымсақ. Сарымсақ иісі жағымсыз болғанымен өте пайдалы. Оның шипалы қасиеті ерекше химиялық құрамына байланысты. Мұнда В және С тобына жататын дәрумендер магний, фосфор, йод, темір, кальций, хлор, көмірсулар, марганец, мыс, А, В1, С және тағы басқа микроэлементтер бар. Көп бөлігі судан, көмірсулардан және қуыстардан тұрады. Құрамында азғантай мөлшерде эфир майы да кездеседі. Сарымсақта кездесетін табиғи 2 антибиотик 15 түрлі зиянды бактериялардың көзін жояды. Сарымсақ ерте кезден ақ халық емі ретінде қолданылған. Сарымсақ өзінің құрамындағы аллицин химиялық қосылысының арқасында адам бойындағы ауру туғызатын зиянды микробтарды өз бойына жұтып алуға бейім. Күн сайынғы тамақта 10-15 грамм сарымсақ жеп тұру денсаулыққа өте пайдалы. Сарымсақ пияз секілді ауыз қуысы мен асқазан жарасына зиянын тигізбейді. Адам ағзасындағы зиянды майларды ерітеді, қан қысымын төмендетеді. Асқазан ішек жолдарына, жүрек талма ауруларына ем, микробтарды жояды. Ауруды басады, жараны тез жазады. Қақырықты түсіреді және қанды тазалайды. Ішек құрт ауруларымен ауыратын 8 жасқа дейінгі балаларға мынандай ем-шара қолдану тиімді. Жарты литр сүтті пісіріп, оған бір бас сарымсақты турап, жай отта қайнатып, жылы күйінде жатар алдында ішінде құрты бар балаларға ішкізу керек. Азанда 1 литр сүтті жылытып, бір бас сарымсақты үкіштен өткізіп, сүтпен араластырып клизма жасау қажет. Дертке дауа болатын сарымсақ біріншіден денсаулықты нығайтуға септігін тигізеді. Екіншіден дәріханаға барып, ауруына шипа болатын әртүрлі дәрі-дәрмектер сатып алғанда кейбір халықтардың қаржы жағынан қиналатыны шындық. Ал сарымсақ бізге қол жетімді. Сарымсақпен көптеген ауруларды емдеуге болады.